Сәлем балақай. Бүгін біздер математика пәнінен 7-ші сабақ кері есептер тақырыбымен танысамыз және онда берілген есептерді шығаратын боламыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Есептер құрастыр және оларды шығар дейді. Есептің шартын оқып шығайық. Балалар орманға саңырауқұлақ теруге келді. Олар томарқұлақ пен белгісіз арыш тапты. Кәне санап шығайық. Бұл жердегі арыш және бұл томарқұлақ. Санаймыз. Арыш 3, ал томарқұлақ 1, 2, 3, 4, 5. 5. Томарқұлақ 5. Арыш 3. Келесі. Енді бұның астында тағы тапсырма берілген. Есептердің қандай айырмашылығы бар, не байқадың? Бұл жерде қарайтын болсақ, томарқұлақ және арыш берілген, бірақ барлығы берілмеген. Бізге барлығын табу керек болды. Келесі есепте барлығы бар, томарқұлақтың саны бар және арыш белгісіз болып тұр. Соны есептеп таптық. Келесі, бұл жерде томарқұлақтың саны белгісіз, арыш пенен барлық саңырауқұлақтың саны бар. Сол арқылы біздер томарқұлақты таптық. Енді бұл жерде қарап отыратын болсақ, есептің шартында белгілі бір шаманы іздеп тұрмыз, белгілі бір заттың санын тауып тұрмыз. Бұлардың барлығы бір-біріне кері есептер болып табылады. Бұны біздер өзара кері есептер деп атаймыз. Келесі, екінші тапсырма. Есептерді шығар, оларды салыстыр дейді. Әлия 10 саңырауқұлақ, ал Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Екеуі бірге неше саңырауқұлақ терді? Кәне қысқаша берілу бойынша есептейік. Бұл жерде Әлияның саңырауқұлағы және Сырым. Бұл екеуі бірігіп барлығын табу үшін біздер екеуінің саңырауқұлақтарын бір-біріне қосамыз. Сонда 10 қосылған 20 тең болады. 10 қосылған 20 тең болады. Бұл жерде қосу болады. Тең болады 30-ға. Келесі, Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Әлия 10 саңырауқұлақ терді. Сырым неше саңырауқұлақ терді? Оны біздер табу үшін 30-дан азайтамыз 10-ды. Бұл шешу, 30 азайтылған 10 тең болады 20. Жауабы 20. Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Келесі, Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Сырым 20 саңырауқұлақ терді және Әлияның терген саңырауқұлағы белгісіз. Оны біздер табу үшін барлық саңырауқұлақтан Сырымның терген саңырауқұлақтарын азайтамыз. Сонда Әлияның терген саңырауқұлақтары шығады. Жауабы Әлия 10 саңырауқұлақ терді. Келесі, бұлар да бір-біріне өзара кері есептер болып табылады. Келесі есепте 30 қосылған 20 50, 70 азайтылған 40 30, 60 азайтылған 30 30, 10 қосылған 80 90, 100 азайтылған 60 40, 80 азайтылған 40 тең 40-қа, 90 азайтылған 70 тең 20-ға, 30 қосылған 40 тең 70-ге. Келесі тапсырма. Математика күнделікті өмірде математикалық жарыс. Кәне бір-біріне қосып есептейік. 5 қосылған 2 тең 7-ге. 7-ге, 7 азайтылған 4 тең 3-ге, 3 азайтылған 2 тең 1-ге, 1 қосылған 4 тең 3-ге. 1 қосылған 3 тең 4-ге. Келесі, 9 азайтылған 3 тең 6-ға. 6 қосылған 4 тең 10-ға. 10 азайтылған 2 тең 8-ге. 8 азайтылған 3 тең 5-ге. Бүгінгі біздің есептер аяқталды. Келесі тапсырмаларда кездескенше.